Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін көптеген балаларда кездесетін тіл бұзылыстарының түрі ж дыбысын қоюды көрсетеміз. Ол үшін ең алдымен әдеттегідей ж дыбысының артикуляциясын жасаймыз. Яғни бұл кесе жаттығуы былай жасаймыз. Тілді жоғары көтеріп, тілдің жан-жағын көтереміз. Осы жаттығуды жасағаннан кейін келесі бұл тіл жаттығуы. Яғни бала ж дыбыс айтқан кезде еріннің дөңгелек болып тұруын білуі қажет. У. Яғни баланың ерінді дөңгелек қалыпқа үйренеді. Бұл ж дыбысы ш дыбысының артикуляциясына ұқсас болып келеді. Сол үшін де осы жаттығуларды қайталаймыз. Одан кейін біз келесі ж дыбысын қою үшін әдеттегі шпательді қолданамыз. Ол үшін біз осы шпатель арқылы тілді жоғары көтеріп тұрамыз. Кесе жаттығуын жасаймыз. Бұл жерде айырмашылығы баланың тамағында діріл болу қажет. Ол үшін бала өзінің тамағын осылай ұстау қажет. Ол кезде бала сезінеді ж дыбысында діріл, яғни вибрация болатынын. Байқап тұрғандарыңыздай ерніміз сол дөңгелек қалыпта және тіліміз жоғары көтеріліп тұрады.